Сәлеметсіңдер балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ә дыбысы мен әрпі. Бұл сабақта меңгеретінің әріпті танисың, ажыратасың және оны дыбыспен сәйкестендіресің. Оқудың түрлерін қолданасың. Кәне балалар, жұмбақ шешіп көрейік. Қызыл бұжыр айдары бар, қоқиланған айбары бар. Ауық-ауық азан салып, өңеш керген айқайы бар. Жұмбақтың шешуі әтеш. Ендеше қай дыбыстан басталып тұр? Ә дыбысынан. Кәнекей балалар. Бірге қайталайық. Әтеш сөзінде балалар екі буын бар. Әтеш, төрт дыбыс бар. Екі дауысты дыбыс, екі дауыссыз дыбыс бар. Ал балалар, а дыбысы мен ә дыбысын салыстырып көрсек, а дыбысы дауысты жуан дыбыс, ә дыбысы дауысты жіңішке дыбыс. Ә дыбысы жіңішке дауысты дыбыс. Ә дыбысы сөздің басында кездеседі, ортасында кездеседі, сөз соңында кездеспейді. Ал балалар, ә дыбысы кездесетін сөздерді оқып көрейік. Ән, сән, дән, әке, сәкен, тәтті, дәрі, дәрігер, тәулік, сәуір, дәуір, әсет. Ал балалар, шана мәтінімен танысайық. Әкем туған күніме шана сыйлады. Мен қатты қуандым. Әкеме рахмет айттым. Шана әдемі. Қыста шанамен сырғанаймын. Осы сөздермен мәтінді оқимыз. Жарайсыңдар балалар. Жаңылтпашты оқып, жаңылмай бірге айтып көрейік. Келген малшы, әрі әнші, әрі аңшы. Жарайсыңдар балалар. Жаңылтпашты жаттап алыңдар. Әріптерден сөз құрап, оларға сәйкес суретті таңдайық. Дәрігер, мамандық иесі. Әтеш, үй құсы. Дәурен, баланың аты. Тамаша балалар. Ә әріпін жазып үйренейік. Мұқият тыңда. Ә бас әріптен және кіші әріптен құралады. Ә әріпінің бас әріпі. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай доға жасай отырып иеміз. Сызықты жазу жолының астыңғы сызығына тигізе, солға қарай доға жасап, оны оң жақтағы сызықпен үстіңгі сызықта айқастырамыз. Ә әріпінің кіші әріпі. Жазу жолының үстіңгі сызығынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай үстіңгі және астыңғы сызыққа тигізе доға иіп, оны оң жақтағы сызықпен жол ортасында айқастырамыз. Дәптеріңді ашып, менімен бірге ә әріпін жаз. Ал балалар,
дәптерімізге ә әрпінің бас әрпін, кіші әрпін және әрпі бар сөздерді, сөйлемдерді әдемі етіп жазайық. Ал балалар, сау болыңдар. Бас бармақ әдісі арқылы өзімізді бағалайық.